Мынау не көрсетіп отқан ешкім түсініп отқан жоқ шын, по идее. Или көріп жатсыздар ма? NFC бар, 5G, процессоры Exynos 990 деп аталады. 4 камералы және 100 есе жақындататын зумы бар. Мына телефонды не үшін алмайтын едім? Бәлтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз жаңа влог, бүгін біз мінекей көпшіліктің алдын орын сұрауымен мінекей Сулпак дүкеніне келдік. Осы Сулпак дүкенінде біз алғашқы влогымыз жалпы Samsung Galaxy S20 Ultra деген осы жылдың жаңалығы болған, 2020 жаңалығы болған телефонға ауыздар жасайтын боламыз. Және осы видеоның соңында не үшін алмау керек және не үшін алу керек дегенде сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Қандай артықшылығы бар, қандай кемшілігі бар деген секілді. Алған дұрыс па, дұрыс емес па деген секілді. Достар, енді видеоны әрі қарай жалғастырмас бұрын мінекей лайк басып кетіңіздер. Лайк не үшін керек? Әрине бізге мотивация береді. Және келесіде қандай видео шыққанын қарайсыз, соны тоже комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Неге телефонымыз Samsung Galaxy S20 Ultra осы жылдың жаңалығы болған. Қазір камерасын бәрін алдап оқитын болсақ, бірінші сыртынан бастайық. Диагонал 6.9, әжептәуір үлкен, қолға үлкен көрінеді. Одан кейін USB Type-C, NFC бар, 5G, жалпы тоже Қазақстан 5G жоқ, бірақ ада 5G несі бар, 5G келетін болса стайды. Одан 2 SIM карталы және microSD салына алады. Жалпы айтқан бұл телефонның несі процессорына келейік. Процессоры Exynos 990 деп аталады және 8 ядролы, азуы 12 ГБ және жадысы 128 ГБ. Енді таңдауларыңызға қарай. Процессор осындай, енді бірақ Snapdragon емес, Exynos алда уақытта айтатын боламын. Ол не үшін Exynos, неге дұрыс па, дұрыс емес пе деген сол сұрақтарға жауап алатын болсыздар. Одан кейін келесі нәрсеміз, бұл әрине көпшілікке ең қызық жер ғой, енді осының камерасы. Өздеріңіз білесіздер, осы Samsung өзінің осы 2020-да презентациясын дәл осы Samsung Galaxy S20 Ultra осы телефонмен презентациясын өткізген болатын. Бұл камераның қандай артықшылығы бар, неліктен презентациясын, өзінің официальный презентациясын осымен өткізіп жатыр. Содан бастайық, мінекей бұның основной камерасы 108 мегапиксель, 48 мегапиксель, одан кейін 12 мегапиксель және плюс топ камера, яғни 4 камералы және 100 есе жақындататын зумы бар. Сондай бір артықшылығы бар. Ал фронталкасы 40 мегапиксель, неге көріп отырсыздар. Неге байқадыңыздар ма? Автофокус деген осы жылда бір проблемасы бар. Бұның жалпы айтқан кезде автофокус деген бағана көрдіңіздер. Басына байқасаңыздар сәл тормозить етіп қалды. Пока қазір нормально тұрды. В общем, бұның 2020-ның басында шыққан кезде сондай бір проблема шыққан. Жалпы айтқанда автофокус қазір уже жөнделген секілді. В общем, автофокус жағынан сәл проблемасы бар. В общем, сондай проблемасы болған, қазір жөнделген болса керек. Қазір сез көріне алмай тұр. Одан кейін 8К түсіреді, основной камерасы, ал фронталкасы 4К түсіреді. Әрине, және бағана айтқан сол 100 градтық жақындату функциясы, жалпы айтқанда бәрін қызыққан көш. Мінекей 100 градтық жақындатқан функциясына қақы қарап тұр. Мінекей қақта жүр мынау телефон. Өшім айтқан 100 градқа жақындатқан кезде мынау не көрсетіп отқан ешкім түсініп отқан жоқ шын, по идее. Или көріп жатсыздар ма? В общем, сондай, 100 градқа жақындатқанмен не түсіріп жатыр, не түсіріп отқан жоқ, ешкім білмейді. В общем, сондай нәрсесі бар. 100 градты мақтанып, 100 есе жақындататын осындай зумы бар деген телефон осындай. 2020-ның заманға сай деген бүкіл функциясы бар, жалпы айтқанда. Заманға сай деген бана стабилизатор, видео түсіргенде стабилизация, одан кейін автофокус, жалпы айтқан кезде не қажет етеді жалпы телефонға. Соның барлығы бар, короче айтқан кезде. Батарейкасы 5000 мАч. Енді 6.9 диагоналды телефонға анау айтқан көп емес, анау айтқан аз да емес. В общем, нормально, короче. И бағасын қарайық, 449.890 теңге тұрады деген. Былай шыққанда 450 мың теңге тұрады деген. Былай шыққанда iPhone 11 мен бағасы бірдей деген. Экраны AMOLED, динамик AMOLED деп аталады. В общем, жалпы айтқан кезде экран нормально, матрицасы. И программасы Android 10. В общем, мына телефонды не үшін алмайтын едім? Мен өзім көзқарасым, енді әркімге әртүрлі, әркімнің өзінің қалғаны бар деген секілді. Бірінші кезекте бұның процессоры Exynos. Процессоры Exynos, короче. Қала айтпа, в общем, процессор Exynos. Өздеріңіз білесіздер, Snapdragon'ге қараған кезде Exynos сәл слабылау болып келеді. Бірақ енді қазір көрдік, мынаны қату деген нәрсе болған жоқ, бәрі тест деп жатыр, оған ешқандай әңгіме жоқ қазір. Бірақ
салыстырған көпшілік адамдардың айтуы бойынша, енді біраз эксперт deydi, солардың айтуы бойынша Exynos процессоры Snapdragon'ға қарағанда сәл проблемный дейді. В общем, сәл мәселе, өзінің минустары бар короче. Сондықтан да бірінші кезекте соны не үшін алмайтын деген сол Exynos деген процессор үшін. Екіншіден, әркімге әртүрлі, бірақ мынандай үлкен телефон маған ыңғайсыз ұстаған. Маған көбінше қолыма сиятындау, компактныйлау, сондай 6.9 мен үшін өте үлкен диагонал. Сол үшін мен бұны алмайтын едім. Бірақ әркімге әртүрлі, енді қыздар, басқа кісілер көріп отырған кісілер болса, ол кісілер алатын шығар, себебі оларға көбінше үлкен телефондар ұстаған ыңғайлы. Солай қызық. Мінеге көріңіздер. Одан кейін енді әрине бұның керемет деп айтатын сол камерасы, оның камерасының әңгіме жоқ, базар жоқ. 100 крат жақындатынша, бірақ оны не түсіріп атқанын, не қылып атқанын, оны көріп, оны бір видеоға қоса аласың ба, қоса алмайсың ба, оны енді өзіңіз білесіздер, қарапайым адамдарға білмеймін. Былайша айтқан кезде сәл бір жұмысына немесе болса мобилографиямен айналысады, жоқта телефонмен түсіретін адамдар үшін мынау телефон нормальный сияқты. А былай бір қарапайым халық үшін мына телефон енді әркімнің қалауы әртүрлі. Енді ночной съемка бәрі бар ғой камерасы. Енді өздеріңіз қалауларыңыз аласыздар, малайсыздар. Енді өздеріңіз ойларыңыз, мінекей видеода соңына жеттік. Енді не үшін алатын едім деген сұрақ бар ғой, не үшін алатын едім. Мен әлі мына телефонды не үшін алатын едім деген сұраққа жауап ала алған жоқ. Былайша айтқанда. Камера, базар жоқ, камера. Вот камера, базар жоқ. Бірақ оны түсіретіндей менде одан мықты камералар бар. Мысалы, профессиональный дейді, кәсіби. Сол камераларды не алсақ болады. Немесе тестеу, базар жоқ. Тестейді, оған әңгіме жоқ, бір плюс мақсат айтады. Екіншісі, мынау шили үлкен, былай айтқанда мен нан ұстап жүре алмаймын. Сондықтан да мен әлі бұны алам ба, алмайым ба, оны не үшін алады деген сұрағыма әлі жауап алған жоқ. Сондықтан да білмеймін, өздеріңіз біліңіздер, сіздер қалай ойлайсыздар жалпы? S20 ультраны алуға тұра ма, тұрмай ма? Өздеріңіз ойларыңызды комментарий жазып кетіңіздер. Себебі бәрі комментарий оқып, әрқайсысын жауап беруге тырысам. Маңызды бір халық не ойлайды екен, адамдар жалпы айтқанда менің оқырмандарым не ойлайды екен. Жалпы S20 ультра өзінің бағасын стоит, не стоит, өзінше бағалы айтып кетіңіздер, ойларыңызды айтып кетіңіздер. Мінеке біздегі тек субпактағы ең алғашқы блогымыз осымен аяқталды. Келесі кезекте кездескенше қош сау болыңыздар. Айтпақшы лайк, каналға тіркелуді ешқашан да ұмытпаңыздар. Давайте бірге 10 000 подписчик жетейік айтпақшы. Давайте.